тағы да рекорд. 40 күнде 42 доллармен рекорд. Ел мейрамханадан керемет сұхбат алсақ. Еще көп балалы анасы. Ютубтан қарадым, сіздердің каналдарыңызға жаздым. Курсты қанша доллармен жаптыңыз? 40 күнде 42 доллармен жаптым. Таза пайда? Қазіргі таңда 4 миллионнан астым. Биылғы целіңіз? 50 миллион. 50 миллион. Бір жылға? Иә. Қанша ақшамен бастадыңыз? Жалпы 500 миллион бастадым. Мен енді го-маркетті қолға алдым. Осы Мыңбатырға келу арқылы мен шашылып жатқан мүмкіндікті көрдім десем де болады. Істеймін деген адамға барлық жерде мүмкіншілік бар. Әр нәрсеге мән бере бастасаң, мүмкіндіктер де пайда бола бастайды. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар батырлар? Бізде тағы да рекорд. Әр кезде рекордтар жаңарып жатады бізде. Әлемдік бір Роджер Баннистер ең алғашқы рекордсмен легкий атлетик. Адам баласы мүмкін емес деген рекордты жарған. Сол рекордты қалай жарды? 2 жылдың ішінде 40 адам жаңартып тастаған екен. Бұдан не алуға болады? Біреу істегенде біреу жасайды деген сөз. Роджер Баннистерден сұхбат алған кезде мен бірінші басымды, миымды сендірдім деген. Қалай рекордты жаңартқанды. Қазір сол рекордтар бізде де болып жатыр. Біреу жаққан рекордты біреулер жаңартып тастауда. Бізде болмайтын бір 40-45 күннің ішінде 90 доллар жауып отыр. 40 күнде 42 доллармен рекорд. Ел мейрамханадан керемет сұхбат алсақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізді бір таныстыра кетсеңіз. Толық аты жөніңіз? Есімім Эльмира. Негізі Қызылорда облысынан келдім. 5 баланың анасымын. Сіз еще көп балалы анасыз. Иә. Қызылорданың қай жерінен? Жаңақорған ауданы. Жаңақорған ауданының өзінен ба? Жоқ, ауылдан. Бесарық деген ауылдан. Ар жағынан. Арнайы бізге келдіңіз. Иә. Тендер жасаны қайдан білдіңіз? Негізі тендер жасаны менің балам осы ютубтан көрсетіп, маған сілтемесін жіберді. Жалпы бұл жердегі тендер жасаға келген мақсатым Кореяда балам жұмыс жасайды, соны елге қайтару. И сол өзі, баламның өзі осыны қараңызшы мына. Күшті орталық бар екен, осындай тендерді оқытады деп предлагать етті маған. Сонымен келдім. Сосын ютубтан қарадым, сіздердің каналдарыңызға жазылдым. Барлығын көрдім, ұнады. Содан кейін келдім. Астана қаласында оқыдым. Арнайы Қызылордадан Астанаға келдіңіз, е? Иә, Астанаға келдім. VIP пакетті алдыңыз. VIP пакетті алдым. Сіздер қай айда бастадыңыздар? Март айында бастадым. Марттың 16-сы толық бастадыңыз, е? Бүгін мамыр айының 7-сі күні түсіріп отырмыз. Осы күнге дейін уже 90 доллар жауып тұрсыз. Иә. Курсты қанша доллармен жаптыңыз? 40 күнде 42 доллармен жаптым. Таза пайда? Ол кезде мен 3 миллионға шықтым. Қазіргі таңда 4 миллионнан астым. Әлі менде данный момент 32 долларым бар, который жабатын әлі. Одан тағы маржа қалады. Негізі тендермен 40 күнде миллионда сіз 4 миллион жауып алды деп айталамыз ғой? Иә. Жауып тұрсыз негізі. Жауып тұрмын. Керемет. Бұрын сонда қандай да бір кәсіпте болдыңыз ба? Негізі мен саудамен айналыстым, осы уақытқа дейін саудамен айналыстым. Қазіргі таңда өзімнің жеке магазинім бар. Просто оны үлкен ұлыма тапсырдым. Жалпы соған бизнес бердім. Енді осы тендерді мен ары қарай дамытып, ортаншы ұлыма бизнес беру деген ойымда. Иә, қазір Алматы қаласына келіп жұмыс жасауда. Мен VIP пакетті адамдарға жеке консультацияны талқылап тұрып беремін. Бұл кісі әр әріпті өтір нүктесіне дейін жазып отыр десе де болады. Яғни конспекттеп отыр. Қандай да бір коронаны алып тастап. Алматы қаласына барыңыз, егер тендермен айналысқыңыз келсе деп айтқан болатын. Бірден Алматыға кетіп қалды. Қазір Алматыда қаламы деген шешім шығарды. Неге? Алматыдан неге қалғыңыз келді? Неге десеңіз, бұл былайынша мүмкіндіктердің отаны. Барлық нәрсені, барлық затты осы жақтан табуға болады, барахолкадан. Сосын сайттан қараған кезде, мысалы базарда көп заттар арзан. Сосын қаланың түкпір-түкпіріне қай жерге болсын, ол затты тез жеткізуге болады. Бұлай айтқанда, Қазақстанның кез келген аудан ауылына ең арзан логистика деп айта аласыз ғой? Иә, айта аламын. Және поставщиктардың отаны. Поставщиктардың отаны.
Сосын мен Астана қаласында да жұмыс жасап көрдім. Астана қаласына қарағанда Алматы қаласында былайымша айтқанда жеңіл. Неге десеңіздер, жаңағы поставщиктар контактке оңай және тез не қылады да, любой сұрағыңа жауап береді бұл жақта. Былай айтқанда кішкене болсын қырсықтау емес, иіліп тұрады. Кез келген автовикпен сөйлесу ыңғайлы. Сөйлесу ыңғайлы, иә. Сол жағынан ыңғайлы. Рекорд жарды дегеніміз, шынымен де бізде О-маркет кезінде горячий болғанда 92 договор жабылған. Тендермен 40 күнде миллионда 28 договор рекорд болған. Эльмира ханым 42 договормен рекорд жарып отыр. Биылғы целіңіз, сізбен анықтаған біз қанша цифр қойып едік? 50 миллион. 50 миллион. Бір жылға. Иә. Мынбатыр даму орталығының стратегиясы бір жылда 50 миллионға шығу стратегиясы. Енді рекорд 4-те 6 болған. Сіз жарам деп келдіңіз, кішкене ғана жетпей қалдыңыз. Бірақ жылдық рекордты жағуға қалайсыз? Дайынмын, мен оған сенімдімін 100%. Алла қаласа жабам. Неге десеңіз, мен күнделікті уже жоспарым бар, қалай жұмыс жасаймын, қалай келесі жолы қайта барды жіберем. Яғни часовой механизм қойып алдым қазіргі таңда. Біреуін жапсаң, біреуінің ақшасы кеп тұрады, екіншісін жіберіп отырам, үшіншісін бір күнде 4-5 сағатта жіберіп отырам. Қанша ақшамен бастадыңыз? Жалпы 500 мыңмен бастадым. 500 мыңмен келдіңіз. Иә. VIP пакеттің берген көмегі? VIP пакеттің берген көмегі негізінде VIP пакетті өзім таңдап алдым десем де болады, потому что мен алдында онлайн оқиын ба деп көрдім да, үйден шықпай деп. Одан кейін по-любому ол жерде маған менеджер қыздар мен сөйлескен кезде сізбен именно Азамат мырзамен жеке разговор болады дегеннен кейін мен VIP пакетті алдым. Енді VIP пакеттің көмегі апта сайын куратор Фархат мырзаға рахмет. Мен негізінде өзім дайындалып келгенмен, бірақ ана компьютерге шорқақпын. Білмеген жерлерінде кураторым өте жақсы үйретті. VIPті қолыңыздан жетектеп жүрді. Жетектеп жүріп кәдімгідей бірге бір үйретті. Одан кейін өзіңізбен сабаққа қатысқан кезде қандай нишаларға қатысу керек, неге қатысуға болмайды, неге қатысуға, яғни қандай да бір тендерге, үлкен тендерларға кірейін деп отырған сізден сұраған кезде жалпы былайымша разбор талдау жасап бердіңіз да, сонысымен маған тиімді болды. Былай айтқанда ризасыз ғой? Ризамын. И қаржылық сауаттылыққа. 5 есе 6 есе артығымен ақтап тұрсыз. Енді қаржылық сауаттылықтың қазақша форматы бар бізде. Соны қолданудасыз. Қазір қандай порталдармен жұмыс жасаудасыз? Қазір осы госзакуппен енді О-маркетті қолға алдым. О-маркетті қолға алғанда уже мен командама 3 адам алдым. Уже олармен жұмыс жасап жатырмын. Оларға О-маркетпен полностью уже О-маркетті қолға алып жатырмыз. Товар қою процестерін барлығын бастадыңыз? Иә, бастадым. Уже О-маркеттен жалпы уже бізде 8 договор бар уже. Керемет. Неге сізде жеміс болып жатыр? Бірден келдіңіз, тек қана маржа. Енді көбісі былайынша айтатын, біріншіден көбісі менде де келген кезде мынандай сенімсіздік болды. Одан кейін жаңағы заказчикпен сөйлесу деген. Иә. Содан бірінші күннен бастап кеттім десе, сізден тапсырма алғаннан кейін 5 тендер ұтып келді деген. И содан бастап, яғни бірге бір қайталау керектігін түсіндім. Барлық қорқынышты алып тастап, сөйтіп қайталаудың. Сол 5 договор бір трамплин берді ғой. Мына нәрсені айтып берейін. Шынымен де біз тапсырма береміз. Негізгі проға келгендерге 2 договор ұтып келу керек. Міндетті түрде бұл сумаға қарамай, VIP-қа келгендерге 5 договор. Міндетті түрде бір аптада қалай ұтады, мен шаруам жоқ. Бұл кісі шынымен де бірге бір. 5 договор дедім ба, 5 договор ұтып келді. Сол 5 договор зато ары қаратай трамплин алуға мүмкіндік ашты. Қайырлы кеш, қалайсыздар, батырлар. Бізде VIP коучинг деген бар. Именно тендер жаса компаниясының ішінде бізде қазір 3 кісі кіруде. Енді газды басып жатқан Эльмира деген ханым. Бізде бір аптаның ішінде 9 договормен. Енді қараңыз, договорлардың бәрі ұтып алған. Уже 9-ын нешеуін жауып тастадыңыз? 7-ін жаптым, 2-ге қалды. Бір аптаның ішінде 7-ін жауып үлгерді. Исполнен, действует деп тұр. Действует дегендердің барлығы жабылды деген сөз. Исполнен уже бітті. Бірақ договор қалған. Шынымен де скорс. Биылғы селіңіз 50 миллион. Қандай жоспармен, қандай стратегиямен жету жолдарын қарастырудасыз? Жоспар болғанда қазіргі таңда мен
командамен жұмыс жасап жатқаннан кейін қазір 2 порталмен жұмыс жасап жатырмын да. Енді осы, например, әр кезде де мысалға демалыс күндерін деп пландаймын. Мысалға осы кейінгі кезде 1,5 аптаның ішінде 32 договор өттім. Не үшін? Потому что осы май айында демалыс күндері көп. Сол демалыс күндерінде, яғни менде мүмкіндік сол ұтқан договорларының барлығын бойынша товарды іздеп тауып, значит, жұмыс күндері уже бәрін тарқатып тастаймын деген да. Яғни жоспар болу керек. Бәрін реттеп алып, бірден көшесіз. Енді біз кез келген адамға инвестиция бере аламыз. Бізде өтіп, бізбен жұмыс жасайтындарға. Эльмира ханым бірден инвестиция алу шарттарына сәйкес келді. Біз ол жерде пысықтығына, жылдамдығына, тез қозғала алғанына қараймыз. Енді сіз алғашқы инвестицияларды бастадыңыз. Бір қызмет өтіп алдыңыз. Қызмет саласына өту қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Қызмет саласына өту дұрыс, бірақ первый очередь кішкене сметаны оқып үйрену керек екен. Бірақ енді мен бірінші қызмет ұтып алған себебім, енді барлық нәрсені ол енді жұмыс деп айтса болады, қызмет бастау керек. Кішкене болса да, содан кейін өзіме опыт болсын деп уже бастадым солай. Алғашқы қазір алып тұрған қызметіңіз? 2,400,000 өттім. Таза пайда? Жалпы жұмыс үшін 1,700,000-ге бітеді. 1,700,000-ге. Ар жағында 700,000 таза пайда қалады. 700,000 таза пайда. Ең үлкен маржаңыз, осы 1,5 айдың ішінде жатқан договорлардың ішінде ең үлкен маржаңыз қанша? Ең үлкен маржам 1 миллион теңге. Ол жерде мен косметика ұтып алдым. Косметиканы 3 миллионға аттым. Содан 2 миллиондай расход жасадым, 1 миллион таза. 1 миллион таза. Бұл қанша күнде ақшасы түсті ма? Жоқ, енді түседі. Енді түседі ғой. Договорыңыз барлығы бар? Бар. Біраз договорлардың барлығын тізбектеп көрсетіп қоямыз. Барлық договорларды міне рет-ретмен. Бұл бастаған күннен бастап, міне жаңа ғана айтқандай, наурыз айында бастаған, наурыз айынан бері міне мамырдың 7-сі болып тұр. 7-сіне дейін қанша договор? Бұл рекорд шынымен де. Бұл күніне бір договор жабылып отыр деген сөз. Күніне жоқ дегенде бір договор. Әйтпесе 2-3-ге дейін көшуде. Керемет. Енді қандай салаларға кіргіңіз келіп отыр? Және инвестиция бойынша бізде 40%-дан жоғары маржа болу керек. Оны түсіндім, 40%-дан жоғары болатын. Жалпы мен қазіргі спец одежда, қазір сала таңдап отқан жоқпын. Жалпы көрем, базардан көрем бағасын, интернеттен қарайым. Но интернетке қараған кезде базарда бағалары төмен, например, да, сол нәрсені бірнеше есе төмен алуға болады да. Сол арқылы қатысып отыр. Мысалы, маған бағасы сәйкес келе ма, үстінде нормально қала ма, уже 40%-дан жоғары ма, мен қатыса беремін уже. Спец одежда деп қалдыңыз. Қайдан алдырып жатсыз? Қырғызстаннан. Қырғызстаннан. Неге Қырғызстаннан? Неге десеңіз, Қырғызстанда жаңағы тігін өте қатты дамыған, сосын ол жақта арзан. Бізге көп зат, мысалға мен базарды зерттеген кезде тура сол заттар Қырғызстанда арзан екен. Например, повардың киімін ұтып алдым. Біз жақта құр костюмның өзі 9.000 теңге, ал мен полный комплектті 5,5 алдым. Қырғызстаннан? Иә, Қырғызстаннан. Яғни маржа 1,5-2 есе артық дейсіз ғой? 1,5-2 есе артық. Керемет. Нарықты зерттеу қаншалықты маңызды? Біз айтамыз, нарық зертте, склад арла, анаған бар, ерінбе. Осы сізге қаншалықты маңызды болды? Нарықты зерттеу өте маңызды. Неге десеңіз, сіз нарықты зерттеген сайын сізге басыңызда баға қалыптаса бастайды. Сіз уже нарықты білгеннен кейін, осы заттың бағасын білгеннен кейін, сіз уже 100% уверенно қатысасыз да, сіз отырып алып, уже оның уақытысы жақындағаннан кейін уже басыңызда баға тұр, уже конкуренттігіңізге қарай қанша адам қатысып отыр, соған қарап, уже анализ жасап, уже спокойно баға бересіз. Біздің анализ таблицасы барлығы көмегін тигізді ма сізге? Өте көп көмегін тигізді, оны постоянно қолданамын. Анализ таблицасы. Қанша склад аша алдыңыз осы күнге дейін? Складтың саны көп. Өте көп. Жобамен примерно 180, 70? 100-ден асады. Аз уақытта сондай аралапсыз. Сіз Алматыда қазір тек қана осымен айналысып жүрсіз ғой? Иә, осымен. Басқа салаңыз жоқ. Фокусыңыздың бәрі осы. Осы.
той томалақ отырыс, подружкаларымызбен кездесу деген болып жатыр. Бәрін жинап тастадық бака. Потому что негізі алдында осы ютубта көріп жүрген кезде мосты жағу керек деп сіздің сабағыңыздан қарап жүрдім да, өзім соған жолдасымды да дайындап, балдарымды да дайындап, соған дайын болып келдім негізінде, өз-өзімді настрой жасап. Болашақта Алматыға көшуге ниетіңіз бар ма? Негізі Алматыға енді мен көшкенмен жолдасым көшпейді, бірақ негізінде бұл негізі бастамасы, негізі мен балам бизнес қой, негізінде осы жақта Алматыда ол кісіге балама үй алып, осында бизнес жасап, негізі Мың Батырдың беретіні көп, ары қарай дамыта берсең, там акциямен айналысу деген секілді тағы да бағыттар өте көп екен. Мың Батырға енді оралсақ, Мың Батыр деп өзіңізді айтып қалыңыз, қандай көмегі тиіп жатыр? Мың Батырдың ең бірінші тиген көмегі осы уақытқа дейін келгенде мен ойлайтын тұғым, осы тендер дегенді алдында көп адамдардан еститін тұғым, просто менікі емес, немесе ол жерде жаңағы аға көкемен ұтады, барлығы сондай деп ойлайтын тұғым, шынымды айтсам ол жерде. Бұл стереотипті жой алдыңыз, е? Жой алдым. Одан кейін қорқыныш, бастап кетуден қорқатын тұғым. Конкретно келген кезде, маған задание берген кезде бір пинок болды, отты сонымен кетті ғой жаңағы. И одан кейінгі бұл жердегі Мың Батырдың көмегі, например, Россиядан заказ беру керек болып қалады, Қытайдан заказ беру керек болып қалады да, осы Үміт, Мержан, Талғат деген жігіттері бар. Қай уақытта болсын, звондап көмекті сұрасаң, сол уақытта жауап береді да. Енді сіз жергілікті нарықты толығымен түсіндіңіз. Қытай СНГ нарығына шығудасыз ба қазір? Шығудан уже Қытай неден СНГ жаңағы Соль соляной пещеры дегенді ұтып алдым. Маған ол да бір қызық нәрсе. Әр қашан бір жаңа нәрсені бір зерттегенге өзім құмармын. Ұтып алдым, Қазақстаннан таппадым. Бірақ соны Ресейден тауып, сол жақтан алдырдық. Қазір біраз бренд косметикаларды Ресейден алдырдық. Біраз заттарды алдырдық негізі уже Россиядан. Керемет. Қаншама қазір қыз-келіншектер және қаншама жастар көреді. Сізден шынымен де қаншамасы бір трамплин алады десе де болады. Өйткені әркімге бір мотивация жетіспейді. Үйде отырған ана, шешім шығара алмай жатқан, әрекетке көше алмай жатқан, өзінің секілді ауылда отыр, қандай да бір тірлік көзін көрмей жатыр. Сол кісілерге бір айтар ойыңыз? Енді ол кісілерге айтар ойым, мысалға, осы уақытқа дейін менде тоже зона комфорта дейміз, үйдің шаруасы, жаңағы сиыр деген секілді, сондай мен жүріп алыппын. Оказывается, бастап кетуге любой, осы Мың Батырға келу арқылы мен шашылып жатқан мүмкіндікті көрдім десем де болады, былайымша қарап тұрған кезде. Қазір мысалы мен өзімде балам шетелде жүр ғой, ой, Қазақстанда жұмыс жоқ деген секілді. Просто мені істеймін деген адамға барлық жерде мүмкіншілік бар. Просто рынокты зерттеуге ерінбеу керек екен. Рынокты зерттеген сайын сіз уже түсіне бастайсыз, ол ар жағы қалай болатын. Енді Кореяда ұлым жұмыс жасайды деп айтып қалдыңыз. Енді ол адам үшін деп жатса, оны қайтару не себепті? Келмей жатыр ма или 4 жыл болды ғой ол жақта жүргенімде. 4 жыл келген жоқ. Сіз мына жақта мүмкіндік бар екенін дәлелдегіңіз келіп тұр. Осы жақта да сол қаржыны тауға болатын дәлелдегіңіз келіп тұр, сол принциппен де сіз кәдімгі дәлелдеп жасап берудесіз. Енді ұлыңыз қаншалықты қазір сенуде? Ол маған сеніп, всегда поддержка жасап отырған, негізінде ол басында негізінде ұлым айтқан осы Мың Батырда, негіз тендер туралы ұлым айтқан. Қазір постоянно маған поддержка жасап отырады. Ол жақта отырып, компьютерде отырып, маған маржалы тендерлер тауып беріп отыр. Уже сотрудничать етіп жатырсыз. Мен Ақтөбеде бір балам бар. Олар да өзінің жаңа регионынан Ақтөбеден маған тендерлерді мынаған қатысы болады екен, маған қатысы болады екен деп. Былай айтқанда енді семейный бизнеске айландыру мақсатында бар. Керемет. Шынымен де қаншама адамдар осы тендерде мүмкіндік көрмейді, кейбір байқамайды. Сіздің енді дайын болып келген себебіңізді түсіндім. Адамда бір принцип деген нәрсе болу, немесе бір қандай да бір себеп болу керек. Сізде себеп те принцип те болды. Егер сізде бір себеп болса, өзгеруге қандай да бір дәлел керек болып тұрса, міне, Эльмира ханым дәлелдеп бере алды. Әр адамда бір себеп бар өзгеруге, бірақ оны кейде қазып шығара алу керек. Көрмей жүре берсең, еш нәрсеге мән бермейсің. Әр нәрсеге мән бере бастасаң, мүмкіндіктер де пайда бола бастайды.
Элмира ханым, рахмет. Табысыңыз еселене берсін. 50 миллион таза табыс деп отырсыз, жетесіз, мен сенемін. 100% өзім еш күмәнсіз инвестиция беру шарттарында бірден ашқан себебім де содан. Ұзақ жылдар бойы сотрудничать етеміз, және қандай да бір жерлерге бірге жұмыс жасаймыз деген өзім сенімдемін. Мен де сенімдемін. Сол алғашқы инвестициямды алдым. Сізге үлкен рахмет. Қаншама мүмкіншілік қой бұл беріп тұрған адамға, егер түсініп тұрған адамға бұл деген үлкен мүмкіншілік. Енді өзін дәлелдеген, өзін көрсеткен адамдарға всегда мүмкіндік ашық. Сізге ол бірден өзі кері байланыс келіп тұр. Благодарный дейді. Өмірде разылық, ризашылығымызды көп білдірсек, ол келе береді. Сол үшін сізге қуаныштымын. Табысты күндеріңіз көп болсын. Каналға жазылып қойсаңыздар, Элмира ханымға 50 миллионға шығуына бір үлес қосып қойсаңыздар, қолдап қойсаңыздар, всегда осы комментарийға жазсаңыздар, жете алады, қолымыздан келеді деген бір қолдауларыңыз болса. Әр қазағым жалғызымды Мыңбатыр даму орталығы іспен жасауда. Аман болыңыз, сау болыңыз, өз ойыңызды айтыңыз, қолыңыздан келетініне сеніңіз. Мен сенем, сіздің қолыңыздан келеді. Каналға жазылып қойыңыз, жан жаққа таратыңыз. Амандықта, саулықта, табысты күндерде кездескенше.